Қазақстан Республикасы дзюдо федерациясының бас хатшысы, Бейжің Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері Асхат Расылұлы Жітке, Астана қаласы дзюдо федерациясының президенті Қайса Альбекұлы Жұмалиев. Қадірменді қадірлер, бүгінгі жарысымызға республикамыздың барлық облыстары мен үш қаласынан 800-ден аса спортшы қатысып отыр. Олардың барлығына сәттілік тілеп қойыңыздар. Құрметті спорт жанкүйерлері, қадірменді қонақтар, дзюдода жастар арасындағы Қазақстан Республикасының чемпионатын ашу үшін сіз Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі, спорт және дене шынықтыру істері төрағасы Ерғалиев Самат Серікханұлы беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті спортсүйер қауым, құрметті спортшылар, елордамыз Астана қаласына қош келдіңіздер. Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі сіздерді дзюдодан жасөспірімдер арасында Қазақстан Республикасының ашылу салтанатымен шын жүректен құттықтайды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы спорт саласына үлкен көңіл бөлуде және барлық жағдайларды жасауда. Жалғыз олимпиадалық спортта емес, ұлттық спорт, олимпиадалық емес спорт, барлық спорт түрлеріне үлкен көңіл бөлуде. Дзюдо спортын айта кететін болсақ, елімізде қарқынды даму үстінде. Әлемдік деңгейде біздің көк туымызды көкке паш етіп жүрген спортшыларымызды жеткілікті. Еліміздің көк туымызды көкке көтеріп, халықаралық жарыстарда, олимпиада ойындарында көтерген Асхат Жіпкеев сияқты, Елдос Сметов сияқты ағаларымыз, бауырларымыз бар. Осы жасөспірімдер арасындағы ел чемпионатынан да алдағы уақытта біздің осындай ағаларымыз сияқты, бауырларымыз сияқты әлемдік деңгейге паш ететін олимпиада әлем чемпионы болатыны мен кәміл сенемін. Құрметті ағайын, осындай бізге Қазақстан Республикасының чемпионатын осындай деңгейде өткізіп отырған Астана қаласының әкімдігіне, Қазақстан Республикасының дзюдо федерациясына үлкен рахметімді айтамын. Және осы жерде төрешілік ететін төрешілерге әділ төрешілік етуін сұраймын. Спортшылардың, мықтылардың мықтысы жетіп, жеңіске алдағы уақытта біздің көк туымызды әлемге паш ететін спортшылар көбейсін. Алға Қазақстан! Оның болмаса, құрметті қонақтар мен мырзалар, құрметті меймандар, дзюдода 2006-2007 жылдар туған жасөспірімдер арасындағы Қазақстан Республикасы чемпионатын ашық деп жариялаймыз. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні.
Жұмыскерлері келесі құттықтау сөз. Қазақстан Республикасы дзюдо федерациясының бас хатшысы, Бейжің Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері Асхан Расулұлы Жібекеевке беріледі. Қайырлы күн, құрметті спортшы қауым, құрметті дзюдошылар. Дзюдодан жасөспірімдер арасындағы Қазақстан Республикасының чемпионатына қош келдіңіздер. Қазақстан дзюдо федерациясының атынан Астана қаласының әкімшілігіне, спорт басқармасына алғысымызды айтамыз. Осындай үлкен жақсы ағамыздың спорт кешенінде жастар арасында осындай үлкен жарыс өтіп жатыр. Жастарға айтатыным, осы жарыста мықты спортшыларымыз жеңіске жетіп, көк туымызды биіктен көрсетсін деп. Рахмет. Қадірменді қонақтар мен мырзалар, салтанатты марапаттау рәсімімен жалғастырамыз. Қымбатты спорт жанкүйерлері, Астана дзюдо федерациясының атынан пара дзюдодан әлем чемпионы Ақмарал Ауанбекті дайындаған үшін Омаров Марат Сарварұлына алғыс хат беріп, ақшалай сертификат табысталады. Табыстайды Астана қаласы дзюдо федерациясының президенті Айса Альбекұлы Жұмалиев. Құрмет қошеметтеріңізді білдіріп қойыңыздар, қадірменді достар. Салтанатты ашылу рәсіміне қатысқан біздің қадірменді меймандарымызға алғысымызды айтамыз. Залдағы орындарыңызға жайғасуларыңызды сұраймыз. Чемпионатымызды тамашалаңыздар болады. Қадірменді спорт жанкүйерлері, осымен дзюдода жасөспірімдер арасындағы Қазақстан Республикасының чемпионатының ашылу рәсімі аяқталды. Сіздердің қошеметтеріңізбен спортшыларымызды сәттілік тілеп, жарыс алаңына шығып салайық. Қадірменді меймандар, барлығыңызды жарыс жалғасын тамашалауға шақырамыз. Жарыс төрешілеріне өз жұмыстарына кірісуге рұқсат. Құрметті спортшылар қауым, дзюдодан жасөспірімдер арасында 2006-2007 болған жасөспірімдер арасында Қазақстан Республикасының чемпионатының бірінші күнгі финалдық кездесуімізді бастаймыз. Бірінші қадамеге 40 кг салмақта қола белдесуде ол болсын Абдукаримов, Түркістан облысы, Зерен Өтепқали, Атырау облысы. Үшінші қадамеге 40 кг салмақта екінші қола белдесу Семиш Абдукадырова, Шымкент қаласы, Әсет Рустамова, Атырау облысы. Что здесь было?
Не стойте. Да. Все хорошо. Ага. Вот свободно. Давай. Вот так. Нормально? Да. Все. Теперь вот рядом с ним поставим. Да, в общем, завтра, ну, чтобы они все заложили. Ты такая, знаешь, что делать? Почему вы Вот. Вы хотели фото снять? Надо ее настроить. Да. Вот это как раз вот этот объектив. Вот этим снимать очень хорошо, если будет снимать. Возьми, эта карта есть здесь? Это батарейка. Вот сюда карту поставьте. Попроси эту SD-карту. Жаңа арен қосып қойшы. Қуатым бар. Бірінші Татамиде Мендес байқауында жеңіске сені өте қажетті Атырау облысы 40 кг салмақта қола жүлдеге болды. Үшінші Татамиде Мендес байқауында жеңіске Әсет Русланов жетті. Атырау облысы 40 кг салмақта қола жүлдеге болды. Екінші Татамиде 40 кг салмақта ақтық белдесулерімізді бастаймыз. Ақ жүлдеге Табила Алиханова, Абай облысы. Көк жүлдеге Сабина Юрашбекова, Шымкент қаласы.
Татамиде Бедефой қалды. Жеңіске Сабина Елдашбекова жетті. Шымкент қаласы 40 кг салмақта жеңімпаз атанды. Құрметті спортсмен финалдық кездесулерімізді жалғастырамыз. Бірінші Татамиге 50 кг салмақта қола белдесуде ақ жүлдеге Габир Садырбай, Түркістан облысы, көк жүлдеге Ерсұлтан Темірболат, Қызылорда облысы. Үшінші Татамиге 50 кг салмақта екінші қола белдесуде ақ жүлдеге Нұрбол Астар, Жетісу облысы, көк жүлдеге Ролан Қайырғали, Атырау облысы.
Yerler sonra sana ben boşaltmış. Ben boşaltmış. Sinimin içinde. O ne bu? Türkiye'de savunmasında şeyden bahsedilir. Vakıflar arasında kayıt olmamız var. Baba, anladım. Ben şartlar isteyemezsin. Benim şurada dileminde sayıklandığı Şehrizgen Kabir Sırrı Başet'te Türkistan olması. 20 gram salmaktan olan bir yemeği. Endi men o'yin Hürmetli sporcular, ortadan aldık. Arkadaşlar da ortadayız. Ortadan aldık. Sporcular, olacak. Niye? Вообще туманlar yok. Yani doğru mu orada? Hayır ki. Niye olarak iş nasıl bir şey? Втором тоже такой. Все. Здесь один. Окей.
Тарамиде Венесуэлада жеңіске нұр болмастан жетті. Жетісу облысы. Елу кг салмақта қола жүлде. Екінші тарамиде елу кг салмақта ақтық финал кездесулерімізді бастаймыз. Ақтүргеде Ерхан Мұрат, Атырау облысы. Көктүргеде Ерхан Батырғали, Түркістан облысы.
емес пе? Жанкелді, спортшыларға қолдау көрсетіп қойыңыздар. Қош келдіңіз. Бүйтеді да, екі рет перейінен өтеді артына. Rabile'nin oynadığı Şekiz'e bir kanlı çete, kaldıra olması, 20 salmakta şey olan adamdı. Kırık yeni sanmadesinde yeni pas jöndegileri yeni sınırlarına şakalamaz. Kırık yeni sanmadesinde sporcularımızı bilinmeyen mahkumata resmi жүргізеді. Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі, спорт және дене шынықтыру істері комитетінің төрағасы Самат Серікханұлы Ерғалиев мырза. 40 келі салмақ дәрежесінде 3-ші орын алғаны үшін Асен Русланова марапатталды, Атырау облысы. 3-ші орын алғаны үшін Сенен Өтепқали марапатталды, Атырау облысы. Екінші орын алғаны үшін Камила Алиханова марапатталды, Абай облысы. Келі салмақ дәрежесінде жеңімпаз болғаны үшін Сабина Юлдашбекова марапатталды, Шымкент қаласы. Спортшыларымызды дипломмен марапаттау рәсімі жүргізетін Қазақстан Республикасы дзюдо федерациясының бас хатшысы, Бейжің Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері Асхат Расулұлы Жөнкеев мырза. Құрметті Жанкелді Ахмет, спортсүйер қауым финалдық кездесулерімізді жалғастырамыз. Бірінші ғалымиге 44 салмақта қола белдесу. Сандуғаш Молдағали, Қызылорда облысы, Сапар Мұхтарова, Астана қаласы. Үшінші ғалымиге 44 салмақта екінші қола белдесу. Асафина Сапарғалиева, Жетісу облысы, Айзал Наукенова, Қарағанды облысы.
Бірінші да менен сайқалды жеңіске сапарбек Мұхтарова жетті. Астана қаласы. Үлкен салмақта қола жиын болды. Апай, бұрын берші. Апай, 40 бала. 40 бала ма бұл? Алып келейін сендерге. Рахмет, апай. Фильм Не очень нравится. Что, вкусно? Передний. Сбив передний играть. Брат, сбив передний играть. Сбив передний играть. Это не пожалуйста. Очень шлем. Как пал? Она это.
Через вот, я? Нет, здесь не смотри сейчас. Сюда на Wi-Fi и сюда тоже. Сейчас я с тобой смогу. Üçüncü turda Milliyetçi Golden Score. Сейчас. Сейчас, если будет еще одну точку, на елку. Вот раз, два. Я смотрю.
Üçüncü döneminde belirtilen oldu. Şehirciye Aysal Orkin başladı. Kanada olması. Özgürlüğüne sabahlar ulaştı geliyor. Binanın temsilcilerimizden çalıştırıyoruz. Yakışı döneminde. Özgürlüğüne formattan altın belirtilerimizden bahsediyoruz. Altını gidi. Hıkkar kurallar. Şapın olması. Kurtulu gidi. Gülkan şıldısına. Altıra olması. Cadê isso? Ne var? Ha? Eşi. Hadi. Vivi. Altına girip oturacağız.
Где? Я вам сказал, где сейчас? Давай, посмотри сюда. Давай, кабель там. Сейчас. Не, у меня есть. Есть у меня здесь. Шпион? Полон. Потом смотри. Это что за камера? Откуда? Вот положи, потом все камеры будут нерабочие. Положи. Иди. На станцию принеси. И подожди, кусочек кабеля, помнишь, маленький кабель? Желтый или кусочек? Вот такой вот, интернет-кабель. Кусочек есть, маленький? Где-то. Все, принеси. Вот мне вот эту станцию принеси. Не надо, вот так поставить. Тарамиде союзалды жеңіске ірганы құралмай жетті. Жапон облысы 44 кг салмақта жеңімпаз атанды. Еркекше там ол поход признает. 6 жыл бойы вообще жарты шығармай болады. Вот это как? 6 жыл бойы поход. Елгелі салмақ ізінде жеңімпаз жүлдегерлерді жеңіс тобына шақырамыз. Sana ait her ciddi bir Елгелі салмақ ізінде спортшыларымызды медальмен марапаттау рәсімі жүргізеді. Қазақстан Республикасының спортты дамыту дирекциясының директоры Оралбай Еркенұлы Жақсыбеков мырза. Елгелі салмақ ізінде 3-ші орын алғаны үшін Дамир Сыртбай марапатталады, Түркістан облысы. 3-ші орын алғаны үшін Нұрбол Асқан марапатталады, Жетісу облысы. Екінші орын алғаны үшін Ернұр Батырғали марапатталады, Түркістан облысы. Елгелі салмақ ізінде жеңімпаз болғаны үшін Ерхан Мұрат марапатталады, Атырау облысы.
Sportlarımızda diploma marifetler rəsmini ödeten Astana Kalası'nın Dine Şinaktörü ve Spor Baskanması'nın başısı Sabat Sabitoğlu Şozubayev Mırza. Финал документов. Точно, да. Все, посмотри. Кабдешевпен bizim шамане. Кабдешевпен асына бар. Sportlarımızın yetkili söyledi. Кабдешевпен тоғам. Bu. Kışmıyor mu? Niye bakışık? Bizim orada giderek Hürmetli sporcu, top және konaklar, finalda кездесулерimizi жалғастырамыз. Бірінші қадамеге 55 кг салмақта қола белдесу. Ақтөбеде Ерназар Оразбаев, Астана қаласы, Көкшетауде Бақдәулет Қабдешев, Алматы қаласы. Үшінші қадамеге 25 кг салмақта екінші қола белдесу. Ақтөбеде Қайрат Шекесұлы, Алматы облысы, Көкшетауде Диас Қарахан, Қарағанды облысы. Yerine bak. Bak. Bak ayağa. Привет, Вась. Hedef'te Şekes'e Kayıtlar Şekes Hoca'da Allah'ın olmasa 25 gram salmaktan olur diyeyim. Черная. Она пустая. Корпуски шли сюда. Я пошел. Сейчас подойдем. Bizde böyle tekrar kaldı. Neyse göz araya girip koyup. Bilis koyuyorsun mu? Bilis. Bilis. Tamam.
Поясни все. Здесь нет его. Birinchi döneminde soyaqoldi Chekisga Bag'doddan kompleks jetda Olmazor olasi 25 gram salmoqda qo'llash qiyin bo'ldi. Hurmatli sportchi Tom Jalilxonlar, ikkinchi dönemga 25 gram salmoqda aql ketishimizda boshlaymiz. Aqlligida O'rolbek Boysan qizlarda bo'lsa, ko'pchiligida Maqsad Amochov Aqto'be bo'lsa. Что? Нет, одна, это две. А ты с этого достала? С сумки достала? Нет. А, ну все. Это нет. Может быть, чемодан? Может, пожалуйста. Şey geldi ki. O havasız tabii. Havasız. Onun iyi koyuyor. Tamam. Onda şimdi bir şey yapacaksın. Döneminde Chekisga O'rolbek Boysan chiqdi. Qizlarda bo'lsa, 25 gram salmoqda Jengilboz atandi. Taraf ülkeler savunmasında Jengilboz jürgeleri Jengilboz'dan şahiramız. Havadar masajist. Taraf ülkeler savunmasında sporcularımızı bilen marifetler ve sebeplerimiz etmektedir. Aldırmış bizim yok. Yok.
8 источников. Ноутбук, ну, камеры и один ноутбук тоже. Просто сейчас не так мы отключились. Нам здесь 3 камеры хватает. Это уже в прямом эфире вы сейчас показываете, да? Это прямой эфир. А кто прям управляете, как вкус здесь, да? Да, вот он, Да. обычный микшер. Да. Здесь есть такие специальные кадры, кадры, потом вот эти всякие переходы есть. Такие можно. Если не получится. Так, ну кадр, вот кадр. Что еще интересно? Здесь знаете, что хорошая штучка есть? Суперсерс. Да. Вот этот суперсерс хорошая функция. Она это делает. Сейчас нет. 44 келі салмақ дәрежесінде спорт шабында медаль марапаттары жүргізілді. Астана қаласының олимпиада спорт түрлері бойынша спорттық дауылды лигасының басшысы Например, 3. 44 келі салмақ дәрежесінде үшінші орын алған үшін Айзат Баукенова марапатталды. Қарағанды облысы. Үшінші орын алған үшін Сапаргүл Мұхтарова марапатталды. Астана қаласы. Кадр в кадре. Вот. Екінші орын алған үшін Гүлхан Шыңғысхан марапатталды. Атырау облысы. Мы это с этого берем. У них с телевизора. 44 келі салмақ дәрежесінде жеті орын алған үшін Энкар Құралбай марапатталды. Жамбыл облысы. Ну вот качество, вот отсюда идет камера. Вы знаете, Да? даже тогда, даже некоторые каналы, такие камеры нет, честно. Ну, у них качество чуть-чуть. Спортшыларымызды дипломмен марапаттауға жүргізілді. Астана қаласының дзюдо федерациясының президенті Айса Әлбекұлы Жұмабеков мырза. Нет, здесь мы отключили 2 камеры. 2 камеры. Вот на это. А так 3 на один. Четвертый где-то источник. Спортшыларымыздың естелік сурет. Құрметті спортшылар қауымы және команда өкілдері, финалдық кездесулерімізді жалғастырамыз. Бірінші нәтиже 48 кг салмақта қола белдесуде. Дзюдоде Кира Кигай, Жетісу облысы. Дзюдоде Сымбат Атабай, Түркістан облысы. Үшінші нәтиже 48 кг салмақта екінші қола белдесулерді шақырамыз. Дзюдоде Атабай Серік, Алматы облысы. Дзюдодегі Маршал Қалбек, Алматы облысы. Стоит этот выгад. А у меня эту камеру на телевизор. Сколько камер на хоккее? На хоккее? Что ты хочешь? А? На хоккее? На хоккее, на хоккее 30 камер. Ничего не еще. Завтра это я много долларов ничего.
Сіздердің екі бізге аудиторияларыңыз ауданда олар әлі жүрмейді. Один, два, чуть. Я камеру снимаю. Мешай. А у вас как называется? У меня хабар. Вот хабар у нас экспорт получается. Вы видите, хабар это деньги, это возможности вся. У нас исходим мы частные, у каждой копейки не считает. И если нам возможность есть такое, на первый вариант. Акция говорят 0 долларов. Согласно меня, акция говорит 0. Наконец, было. Поэтому Абилкасимова Аружана, Елена Баскович, исполнение его контекст года. ну, в ускоренном порядке бюджет. Всех СМИ, каждого СМИ, и хабар, я общественный совет региона. Это тоже фантазия. Иди на себя. Я чекаю все. Sosyal haberli de olsun Нам тимдер байтай пописку. Сначала часто. Иди до утра. Все равно уровень мероприятий, уровень как ну, конечно, не стараюсь, вот у меня недавно гости, был заказ, шикарный заказ. Я пошел посмотреть, спокойно ну, здесь ничего нет. Это неудобно. Так, не получится. Самое интересное.
Birinchi Abdulhamidov Golden Score. Hürmetli şahsın жеңімпаз жүлдегерлері, жарыс аяқталғаннан кейін A8 секторына жинауларын сұраймыз. Hürmetli жеңімпаз жүлдегерлері, жарыс аяқталғаннан кейін бапкерлеріміз A8 сектор трибунасына келулерді сұраймыз. Hoppa. Sözü kazan. Final tişörtü. Final tutmasın. Beşinci Abdulhamidov'un soyadları Cengiz'e Balşan Kardencet'te Alman olması. 48 yılın sonunda ulaştı yerine. Что за стрела? Что попал, да? Батарейку, наверное, да? Батарейку есть? А? Sen de nasıl?
Kızlarla bir tarafı da yok. Kaç kamera dedi? Evet. Kabilmeden biz sen de. Ha? Sen de bir bakın etmesin. Ha? Yok. Batarya kısmı başka yok. Açılır, direkt kısmı yok. Onu sen yaptın. Ne oldu? Buna bu işte. Ne sayın ne? Şurada mı ne var? Bakalım. Yakın şeyi. Harekete de gideceğimizde 2 dakika için. Şimdi olmasa. Hızlıca sabahda dolaş diye bunu. Bir yaktan top mu? Bir yaktan. Finalde kendisilerimizden canlastıramaz. Yekece dönemiye. 48'lerin sabahtan altı belirtilerimizden bastayız. Altı bilgi. Alina Yamaşlı, Kadınan Doğru'sa. Korkulu ile Sımbal Sayın Hırslam alınsa.
Şu kaç yere mi getirdin? Hangi politik? Adam yedinci kaldı. Jengizge Sarılan Sayın Cende. Kısa olursa. 48 zamanda Jengizge kazandı. Bu sınavlarda çıkıyor mu? Evet, git gel abi. Evet. Yeri bizgene savunmalarını diye şeyine parasını çöldeklerinde şimdi sıralına şaka almaz. Yeri bizgene savunmalarını diye sporcularımızı biletmeni marifatla resim ödedi. Kazakistan Sudo Federasyonu Vice-Prezidenti Yerjan Aksadoğlu Saidov Mırza. Yeri bizgene savunmalarını diye 3. orun almak için Tayland Jeni Sudo marifatladı. Almatı olması. 3. orun almak için Bağdami Kapeşik marifatladı. Almatı kalası. 2. orun almak için Bağcan Almancılık marifatladı. Aktöbe olması. Yeni bizgene savunma adresinde şehir fazla olmak için Oral Bey Bayzak marifatladı. Kızıl Orta olması. Sporcularımızı diplomi marifat öğrensi ücretleri Jarımızın hürmetli konuları, Vanımızda olmasının Sudo Federasyonu Vice-Prezidenti Nurlubek Kadırgani'nin Akik Mırza.
все, что ли? А чё? Там покушать? Давай здесь. Там пусто, да? Пирожки горячие. Құрметті спортшылар және жаттықтырушылар, жеңімпазбен жүлделі жаттықтырушылар мен спортшылар А8 секторына жиналып